Қайырлы күн баршаңызға. Сіздер де үй жағдайында осындай наггетси дайындап көргіңіз келе ме? Ендеше видеоның соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Тауықтың төсетін жуып, кептіріп осындай қалыңдықта турап аламыз. Маринадтауға кірісеміз. Паприка саламыз. Тұз және қара бұрыш қосып, жақсылап араластырамыз. Араластыра отырып, үстінен аздаған мөлшерде сұйық май құйып, тағы да араластырамыз. Содан соң бетін жауып қоя тұрамыз. Басқа да қоспаларын дайындауға кірісеміз. Мына жерде корейский панировочный сухарий, каниширо деп аталады. Ыдысқа панировочный сухарий саламыз, жұмыртқа және ұн салып дайындап аламыз. Тауықтың төсетін алдымен ұнға, содан соң жұмыртқаға саламыз. Содан соң панировочный сухарийге екі жағын аунатып, қызып тұрған майға екі жағы қызарғанша пісіріп аламыз. Піскеннен соң духовкаға салып пісіруге болады, бірақ ол міндетті емес. Наггетсиді дүкеннен сатып алғаннан гөрі үйден дайындаған тиімді. Балғын және өте дәмді болып шығады. Жасап көруге кеңес берем. Мінекей наггетсилар дайын.